Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша құрама есептер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз бүгін 149 және 150 сабақты қосып өтетін боламыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз әртүрлі құрама есептерді құрастыру, салыстыру және шығару, 3-4 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау. Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу. Дескрипторы: есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Балалар, тақырыбымызды бастамас бұрын мына бейнежазбаны қарап өткен сабағымызды еске түсірейік. Сен бүгін құрама есептің қалай шығарылатынын білетін боласың. Есептің шартын құрып және оны шығарайық. Арманда 4 кітап бар, ал Жұлдызда 2 кітап артық. Есепті шешу үшін 4-ке 2-ні қосамыз. Ендеше Жұлдызда 6 кітап бар. Өте жақсы. Енді есепті тағы бір сұрақпен толықтырайық. Арман мен Жұлдызда барлығы неше кітап бар? Есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз ба? Жоқ, жауап бере алмаймыз. Неге? Дұрыс, біз Жұлдызда неше кітап бар екенін білмейміз. Есептен неше сұрақ бар? Дұрыс, 2 сұрақ. Ендеше есепті 2 амалмен орындаймыз. Алдымен Жұлдызда неше кітап бар екенін тауып аламыз. Содан кейін Арман мен Жұлдызда барлығы неше кітап бар екенін табамыз. Арманда 4 кітап, ал Жұлдызда 6 кітап. 4-ке 6-ны қосамыз, 10 кітап. Осы 2 амалды бір өрнек түрінде жазуға болады. Енді жауапты жазамыз. Арман мен Жұлдызда барлығы 10 кітап бар. Енді осы есептерді салыстырайық. Бірінші есепте бір сұрақ болғандықтан, бұл есепті бір амалмен шығардық. Ал екінші есепте 2 сұрақ болғандықтан, оны 2 амалмен шығардық. 2 және одан да көп амалмен орындалатын есепті құрама есеп дейді. Мінекей балалар, құрама есептерді еске түсірдік. Ендеше оқулығымыздың 73-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Ғарыш айлаққа 2 жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 км, екіншісіне одан 2 есе кем сым жұмсалды. Егер бір сымның массасы 159 кг болса, онда жұмсалған барлық сымның массасы қанша делінген? Есепті шығару үшін ең алдымен шартын құрайық. Бірінші желіге 48 км сым жұмсалды. Екінші желіге одан 2 есе кем сым жұмсалды. 1 км сымның массасы 159 кг болатын болса, барлық сымның массасы қанша? Ендеше шешуін шешейік. Ең алдымен екінші желіге жұмсалған сымды табайық. 48 бөлінген 2 тең мәні 24 км. Ендеше 2 желіге де жұмсалған сымды табайық. 48 қосылған 24 мәні 72 км-ге тең. Енді барлық сымның массасын табамыз. 72 көбейтілген 159 мәні 11448 кг-ға тең. Жауабы: жұмсалған барлық сымның массасы 11448 кг-ға тең. Балалар, есепті шартымен түгел дәптерімізге жазып аламыз.
Ендеше оқулығымыздың 73 бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Есептерді шығар. Зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16.326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-дан 1 бөлігін болаттан, 2725-і темірден, ал қалғаны алюминийден жасалады. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек жасалады? Ендеше, болаттан жасалған бөлікті табу үшін біз барлық бөлшекті 6-ға бөлеміз. Есептің шешуін біз өрнек түрінде жазамыз. 16.326-дан 16.326 мен 6-ның бөлінісін азайтып, одан 2725-ті азайтамыз. Мәні 10.880-ге тең болды. Демек, зауыттың бір жылда шығарылатын алюминий бөлшегінің саны 10.880-ге тең. Келесі екінші ә тапсырмасын осыған ұқсас қылып шығарыңдар. Ендеше 77 бетіндегі бірінші тапсырманы қараңдар. Мәтінді оқы, сұраққа жауап бер. Есепті шығарудың арифметикалық және алгебралық тәсілдерін ұсын делінген. Ғарыш кемесіне ғарышкерлердің жұмыс істеу жағдайы ерекше. Онда салмақсыздық орын алады. Оларға осындай жағдайға өздерін бейімдеуге тура келеді. Мысалы, тағам арнайы сықпадаларда болуы тиіс. Неге деп ойлайсың? Өз ойыңмен толықтырып жауап бер. Жерде ғарышкерлерге арнап тағам салынған қораптар дайындалады. Тағамдар алдын ала өлшенеді. Таразының бір табақшасында 1 килограмм кіртас пен қауын тұр дейік. Ал екіншісінде 3 килограмм және 2 килограммдық кіртас тұр. Қауынның массасын табайық. Арифметикалық және алгебралық тәсілмен шығарамыз. Ең алдымен арифметикалық тәсілді қарастырайық. Біз ең алдымен екінші табақшадағы кіртастың массасын анықтаймыз. 3 қосылған 2 тең 5 килограммға тең. Енді 5 килограммнан 1 килограмм кіртасты азайтамыз. 4 килограмм. Демек, қауынның массасы 4 килограммға тең. Ендеше алгебралық тәсілді қарастырайық. Теңдеу құрамыз. 3 қосылған 2 тең 1 қосылған x белгісізі. Теңдеуді ықшамдаймыз. 5 тең 1 қосылған x. Ендеше x-тің мәнін табу үшін 5-тен 1-ді азайтамыз. X-тің мәні 4-ке тең. Тексереміз. 3 пен 2-ның қосындысы 4 пен 1-дің қосындысына тең. Демек, қауынның массасы 4 килограммға да тең. Ендеше бірінші ә тапсырмасын жаңағы шығарылған есепті мысалға ала отырып, арифметикалық және алгебралық тәсілмен шығарыңдар. Және де үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 76 бетіндегі 8-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Және де оқулығымыздың 79 бетіндегі 9-шы тапсырма. Есепті шығар. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.